20 жыл бұл жай ғана уақыт емес, бұл елге сіңген еңбектеріңіз сөзбен өрнектеп саналы ұрпақты, жүректе жол тапқан бір таза үн, бір мінез игілік атыңдай ақ мейірімге толы, жақсылықты жақтаған жолыңы, қаламыңнан тараған әрбір жол қоғамға сәуле сандағашын жарық. Ассалаумағалейкум, армысыздар. Жадырасып жарасқан, жамырасып тарасқан қадірлі қазақ жұртшылығына ассалаумағалейкум деп амандасайын ағайын. Республикалық жанұялық игілік журналының 20 жылдық мерейтойы құтты болсын деп бір болсын қошеметтеп қояйық. 20 жыл бұл жай ғана қошеметпен бастайық. 20 жылдық мерейтойы құтты болсын. еңбектеріңіз сөзбен өрнектеп саналы ұрпақты, жүрекке жол тапқан бір таза үн, бір мінез игілік атыңдай ақ мейірімге толы, жақсылықты жақтаған жолыңы, қаламыңнан тараған әрбір жол қоғамға сәуле сандағашын жарық. Әр саланың майталма мамандарын Қазақстанның тарихында таңба басқандай қалдырайын деп 30 жасымда орда бұзып едім. Аллаға шүкір, журналым 20 жасқа келді, өзім 50 жасқа келіп тұрмын. Мына жастар қасымда тұрған, бұлардың барлығы менің қызметкерлерім, көмекшілерім. Енді ішіндегі ең танымалыларына таныстырып қояйын. Гүлсара Байғанаева ханым, TikTok ханшайымы, Ернартай көтеріп қорқылды. Біздің бүкіл видеоларымызды жасайтын операторымыз. Чимакс қайдасың? Жаныма бұл жігіт кезінде келген маған. Қазір бірнеше баланың әкесі, Аллаға шүкір, үлкен әулеттің тірегі. Өзі маған келген балалар жас қыз жігіт болып келген. Қазір бір әулеттің анасы, әкесі, ешкім жұмыстан ауыспаған. Соның өзінен ақ менің қандай жайлы, мәйлі, шайлы басшы екенімді бағалай беріңіздер. Енді мына сұлу қыздардың барлығы, менің Айсұна деген сіңілім бар. Айсұна Жұмабек, қайдасыз? Жоқ деймін. Өнер мектебінің басшысы, сол қыздың тәрбиелеп жатқан, екеулеп тәрбиелеп жатқан біздің қыздарымыз, сұлу қыздар. Қолдарыңды екі қолынан көтеріп қойды. Бойдақ қыздар екеніңді білдіріп қояйық. Ал енді мына қыз ерте өсіп, ерте ақылды болып, шешесінен өткен атжалман қыз болған менің қызым Мөлдір. Ал елі жұртым, енді бүкіл ел халық мені таниды. Бірақ та мен жаныма жақын деген, өзімді сыйлайтын, құрметтейтін ең жақын жолдастарымды осында шақырып, алдарыңызға дастархан жайып отырмын. Сондықтан бүгінгі той өзіміздікі. Рахмет сіздерге. Осы меруіт қыздың арқасында осы халықпенен танысып, бәріміз осы игілік журналынан танылып отырмыз. Енді игілік журналдың енді бұдан кейінгі халықаралық бет алуына ерекше қамқорлық қыламыз. Одан кейін меруіт қыздың денсаулығының мықты, достарының көп, жоқ болсын, қалай жоқ болсын. Құрметті жинап отырған барлығыңызға жалпы сәлем. Орда бұзып осы журналды ашып еді. Бүгін 20 жасқа келіпті.
Мына 1 миллион енді осы миллиондық қыз енді. Қытайдың миллионы. Қашан болады Қытайдың миллионы? Осыдан кейін осы жігілік журналда осы отырған адам, бұдан кейін адам барлығы жүкті бірге көтерілсек, сонда ғана бұл жігілік журнал жігде көрді. Ол Меруерт қыздың 30 жасында барлыққа келтірген 20 жыл екен, қалған енді осы отырған өзіміз, одан кейін біздің балаларымыз жалғастырсын. Шерілердің шерісі болып келген, сұлулардың сұлуы болып келген, арулардың аруы болып келген, Меруерт сіңліміздің тойына қош келіпсіздер. Бүгінгі туған күнің құтты болсын, денің сау болсын, отбасың аман болсын айналайын. Өсіріп отқан ұлдарыңның, қыздарыңның немере, шөбере, шөпшек көруге бен құсап Алла тағалам нәсіп етсін. Біздің бүгін Меруерттің осындай 50 жасында бүгін қимайды. Бұл қыз 25. Туған күнге қатысуым керек, киім жылдасып айтамын. Меруерттің 50 жылдық дейді, ол 50 емес, мен оны көруім керек деп, міне осындай бір ерекше махаббатқа бөленген қызсың жаным. Сенің шығармашылық үлкен қасиетіңді мен жоғары бағалаймын жаным. Адамды танитын, құрметтей білетін, сондай бір ерекше, осындай саған тәрбие берген атаңа рахмет айтамын. Ата-анаңа. Сенің жасыңда камзол киетін жастарын жеткен жоқсың, сен жассың. Сондықтан по современному модный, өзің французский домнан киім аласың. Менен ескелік деп. Ұнатқаныңда болмай жаным. Аман болыңыздар, осындай тойдан алда бізді айырмасын. Басыңа бармақтай бақ берді Алла тағала. Мінекей, басыңа бақ, сол бақ таймайтындай етіп берсін. Астыңа тақ берді Алла тағала. Мінекей, сол тағынан ешқашанда түспейтін деп, одан да үлкен тақтарды бағындыратындай, сондай бір үлкен алар асуың, жетер жетістігің, шығатын шыңың бағындыра билесіңді. Бір Алладан тілеймін жаным. Көргенің тек жақсылық болсын. Жаңағы қызыңның қызығын көріп, содан шөбіресей, шөпшексей, содан тек қана соның ортасында мәуелі, бәйтерек қазыналы қария абыз ана болып отыр. Сіздар аман болсын ағайын. Сіз өткізген той думанның талайын. Адет басы сәлем деген емес пе? Алдыменен сәлем десіп алайын. Жұмысыңыз әрқашан алға бассын. Отбасыңызға амандық, тыныштық, байлық, береке тілеп қалам. Өзбекстан Республикасында тұрып жатқан 1,5 миллион қазақ халқы атынан, Өзбекстан Республикасы қазақ мәдени орталығы атынан, Өзбекстандағы отандастар қоры как представитель атынан және дүниежүзі қазақтар қауымдастығы атынан сізге алғысымыз шексіз, әрқашан биіктерден көріне беруіңізге тілектеспіз. Ал французский домнан не аласыз? Ой, тамаша. Асыл боп тудың анадан, өткір тілді Меруертім, тіл баш жарды, баш жармаса таш жарды деп, мінез берген өжет қып, шындықты айтып шырылдап, намысын қорғап қалықтың, ар намысты пір тұттың, бетке айттың шындықты. Намысты қолдан бермейік, сонда көбейер қазағым. Айналдым сендей қызынан, біліп қойған атыңды, інжу маржам Меруерттей, асыл тастың дәл өзі. Құрметтей қалқымау, мәртебесін бағалап, дарабоз болған Меруерттей. Мінетіге бүгін Меруерттей ханымға әдемі арнауымызбен келгенсізге рахмет, тойдан толықтай болсын. Бүгін енді келіп Меруерт ханымның кәсіби және өзінің төл мерекесі, жеке мерекесін бірге тойлап отырмыз. Меруерт ханым бәрі құтты болсын сізге. Сіз бар жақсыға лайықтысыз. Өйткені 1000 жылда бір туатын қазақтың мықты жауынгер қыздары деймін. Сондықтан осынша міне керемет достарыңыздың ортасында осындай қуанышты бөліп атқан Меруерт ханым, осы жасап атқан игі істеріңіз, мына тіршілігіңіз, мына игілік журналыңыздың игілігін көріңіз. Мына игілік журналымыз 20 жыл болыпты, әнімде дегенше. Еңбегіңіз ақтала берсін, қаламыңыз ұштала берсін. Деніңіз сау болсын, отбасыңызда тек қана қуаныш, жақсылық. Енді мына жерде сізге түйе болмасында бір тай бізден педагогтарынан. Толған қадыр қонақтар рахмет, тойдан толықтай болсын, той жылысты болсын. Рахмет сізге түрлі тек. Меруерт болғаны, жігіл журналы болғаны, 20 жыл болса сол 15 жылында мен бармын әрине.
кім десе Берікдихан Меруерт ханымның жалғыз ағасы деп барлық халық таниды. Енді осында отырған барлық қоғамның әр санасынан келіп жатқан майталмандар осы Меруерт ханымның журналынан табылып жатқаны ол әрине хақ. Ақтанып көбелегім, еркінге көнер едім, көңілдей жазып аттым, қол бұрып төңірегім, мен үшін алтын маған, шаттықтай жазылмаған, айналдым жүрегімнен, ақ көңіл аңқылдаған. Сен менің братишкамсың, мен сенің әпшеймін. Енді менде құр келмей. Ердос бауырымда бұл жігітте бір әрбір сан ой тұрысты қарасайшы. Ой, қырқызын ұстай біледі. Ойбай. Ердос Сұлтанов Ердос деген менің бауырым мінекей. Игілік журналында. Әкесі осындай журнал шығарып тұрғанда тарихта қалсын деп игілік журналына шығарып әкеліп тұрмын. Саған тосын сейін. Ой, әкеңдерден қандай да жетеді ғой. Және құрмет иесі кітабында да міне Ердос бауырым тарихта мәңгі қалып жатырсың. Біріншіден, игілік журналының осы Меруерт ханым бастаған ұжымына үлкен алғысымызды білдіреміз. Құда қаласа ары қарап нұрдай шашып, жаңағы әпкеміз айтқандай дүниежүзілік республикалық дүниежүзінде мына белгілі әйелдер қауымдасын жинап осындай жоғары деңгейде көріне берсін. Мынау енді бүгінгі өзіңіздің жеке мерекеңіз,
кеше ғана тиктокты қарап 49+1 ертең бір күн қалды 50 деп қайта қарап жатыр. Ойбай, ертең мына бүгінгі күнде келді. Құдай қаласа Меруерт ханым қандай тілектер, қандай жақсылық айтсақ та жарасады. Құдай қаласа ары қарап той-тойға ұлассын. Осындай жаңағыда айтып отыр ғой, не деген энергия деп. Бұл кісіде 4 дюрасел батарейка, китайский батарея емес жаңағыда. Тоқтамай не ала береді да. Осы Құдай көп көрмесін. Осы шабытыңызбен енді мына қазақтың осындай керемет мінез қыздар көп болсын. Шынында да айта берсек, өте Меруерт ханымға арналған әңгіме өте көп. Меруерт ханым біріншіден өте сымбатсыз, өте келбетсіз, өте көріктісіз. Одан қалса осы жұмыстың бәріне өзін айтып жатса, 30 жаста орда бұзбаған 40 жаста қамаласпайды дейді. 30 жасыңызда оның барлық не үшін? Оның бар сіздің таза еңбекқорлығыңыз, іс ерлігіңіздің арқасында. Барлық осы айтып жатқан жақсы тілектердің бәрін періште ауылым дей берсін. Келесі жылда тойлана берсін, жылда тойланып барлығымыз бірге бақытты ғұмыр кешіп, бірге қартаюымызды Алла тағала нәсіп етсін. Осы игіліктің міне 20 жылдығы болып жатыр. Бүкіл Мойынқұм осы кісіге сәлем айтып жатыр. Біздің Мойынқұм жақсы көреді бұл кісіні. Өйткені қаншама еңбектері еленбей жүрген адамдарды мақтап, марапаттап, сондай өзінің журналына шығарып, кітабына шығарып, бәрін көкке көтеріп жатыр. Мен өз басым жақсы көрем. Меруерт ханым жасасын. Биіктен көріне беріңіз. Осы игілік журналыңыз бар, істеп атқан жұмыстарыңыз бар, барлығына табыс тілеймін. Сосын менің сондай нем бар, міне. Сол жерде сатылады, өзі ашыңыз шапан емес бұл, пальто. Меруерт ханымға ғана жарасады. Осылай өмір өйстіп, энергияңыз тасып, 100 жастық тойыңызда өйстіп жүріңіз, күліп, ойнап, билеп. Сіз жаңағын бәріне қосыламыз, бағының бәрі айтқан сөздері Алланың құлағына жетсін. Құтты болсын. Енді бағанан бері неше түрлі жақсы тілектер айтылып жатыр, уже мен айтатын сөз қалмады деп ойлаймын. Бірақ шын жүрегімнен сізге, деніңізге мықты денсаулық, осылай гүлдей құлпырып, күндей нұрланып, жан-жағыңызға шуағыңызды шашып жүре беріңіз. Құрдасым, жан досыңның туған күні құтты болсын. 100 жылда бір рет туылатын осындай тұлғалар аман болсын, көбейе берсін. Сондықтан да мен көп сөйлемей қоямын, 5-10 сөйлеген кезде болады. Сондықтан жылаймыз, иә. Меруерт ханым туған күні құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Осыдан бір күн жаңа бір күн бұрын тиктокқа 49+1 қанша болады деп өзіміз салып қойған ғой, сары көйлекпен әдемілеп билеп жүрген. Сөйтсем жаңағы кей адамдарда бір жақсы сөз айта алмайды ғой. Ой, мынаны 65-тегі қатын ба, 75-тегі кемпір ма деп жүрсе, 50 ма не? Ой, түрлі бірақ 50-ге ұқсамай 75-ге ұқсайды деп жазыпты да. 75 жастағылар. Бәрі менің құрдастарым. Міне, қарапайым құрбылардан сөз, қарапайым бүгіннен бастап біз сіздің құрдасымыз.
Береке құтты болсын, той құтты болсын. Осы бүгін тойда әдемі сыйлықты игерген ханымға ханымға бір қол соғып қошеметтеп қояйық, иә? Қошеметтеп қояйық. Тағы да бір конверт қалдырайық. Көңіліңіз қалай, жақсы ма? Давайте там. Қош келдіңіз. Көңілі қалай, жақсы ма? Береке, рахмет төледіңіз. жинап, мировой ханымдар, яғни әлемдік деңгейдегі ханымдардың басын қосқан еді. Осы біздің Қазақстанның әр түкпірінен келіп тұрған, бір-бір тірліктің тұтқасын ұстап тұрған мировой ханымдар. Осындай бүгін мерейтойымыз болып отыр екен, құтты болсын. Той-тойға ұласа берсін. Кеше менің де туған күнім болып, түнімен отырып, таңертең самолетке ұшып, қазір обратно ұшып кетемін. Аллаға шүкір, осындай қос-қостан қазақтың тойы бітпесін. Сіздің жаңа тиктокта, басқа журналыңызда, барлық жұмыстарыңызда сіздің клиенттеріңіз, көрушілеріңіз, подписчиктарыңыз миллиардтар бола берсін. Ақшаларыңыз да миллиард бола берсін. Әбдетай, 20 жылдығыңыз тағда, жаңа 50 жасыңыз құтты болсын. Сізге тек барлық жақсылықты дейміз. Артыңыздан еріп келе жатқан сіңілдеріңізді әрқашан қолдап жүресіз. Осы жақсылық үшін ешқашан танбаймыз. Әлі мықты белеңдерді бағындыратынына сенімдіміз. Аман болыңыз, ауырмаңыз. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Журналыңыздың өмір жасы, өмірі ұзақ болсын. Өзіңізге Алла мықты денсаулық берсін, ұзақ өмір берсін. Ең бастысы дәрігер ретінде ұзақ өмір, мықты денсаулық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Меруерт ханымның 100 жылдық тойында басымыз аман осылай кездесе берейік. Сондықтан әр столдан бір-бір кісіден келіп, мына жүкті қиып, ішіндегі подаркаларыңызды алсаңыздар. Өйткені бұның ішінде 17 iPhone бар, журналдың 1 жылдық несі бар, подпискасы бар. Одан кейін айтпаймын, не бар екен? Талай
сыйлайын деп тұрмыз. Ал құтты болсын. Міне сіз 50 жасқа толғыз, осы жылы мен 40 жасқа толып жатырмын. Сондықтан сіздің артыңыздан, сіздің атыңызды жаман атқа қалдырмай, осы Меруерт ханымның шәкірті ретінде осы Қазақстан халқына бәріне өзімнің шамам жеткенше Алланың қолдауымен, екінші сіздің қолдауыңызбен, халықтың қолдауымен өзімнің жұмысымды атқаруға осы халықтың алдында ант беремін сізге біріншіден. Біздің Шакизада әпкемізді бір қол соғып қошеметті ордаға шақырайық. Береке жыл, өйткені бұл жылы мен толғам. Сіз той бастадыңыз. Той болып жатыр мына, Құдайға шүкір. Басынан бастап той, күнде той. Міне бүгін тағы сіздің қуанышыңызға келіп жатырмын. 2.25 деп айтып жатыр. Әрине, адамның көңілі еш уақытта қартаймайды. 2008 жылдағы игілікке журналына шыққан екен мен. Сол 2008 қазір 20 жылдан асып кетті ғой енді. Қандай керемет естелік қой оның бәрі. Мен 2008 жылғы игілік журналында жүрмін ғой. Өзгеріс бар ма? Өзгеріс бар ма? 20 жылдан асып кетті, мына жер қыз кезім ғой. Бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Алла денсаулық берсін, ең бастысы өстіп бағана қаншама тілек айтып, қандай керемет шын көңілден, жүректен шығып жатқан тап-таза тілектер. Жарқырап жүре беріңіз. Талай адамға көмектесіп те жатырсыз. Талай шегеңізге тиіп те жатыр. Бірақ сонда да берілмей, өмір болғаннан кейін ақ пен қара бірге жүреді, бірақ соның ағында жүруге тырысып жүрген сізбен біз. Бүгін енді мен кішігірім подаркым, шапаным мен орамалым, құр қол жай ғана әніммен ғана кіріп шықпай, естелік болсын деп, қып-қызыл болып келдім, өзім қызыл. Сізге де қызыл шапанмен. Сағындым сені, аяулым, келсеңші маған болып. Сағындым сені, аяулым, келсеңші маған, келсеңші маған.
Жас күйіңізде құлпырып жүре беріңіз. Меруерт ханым атынан сізге бір керемет үй сыйлады. Қол соғып қошеметтеп қояйық. Шахидынан. Жанна Қабылбайқызы ұлттың ұстазы, академик, Данашым келешек мектептерінің негізін қалаған, физика-математика мектебінің винтигі. Мен сізді мына танымалы журналист, өнер мектебінің басшыларының алдында бекер шығарып тұрған жоқпын. Осы әпкеміздің ізін жалғайық. Осы әпкемізбен мақтанамыз. Гүлшардан Қабылбайқызы жашай берсін. Қазақстан Республикасының құрметті азаматы. Жаңа 3 медаль, біреуі королева Елизаветаның қолынан алған Англияда. Біреуін Женевадан алған. 3-ші медалімді медаль Наполеона. Ол Парижде алған. За качество обучения, білім сапасын арттырудың арқасында. Рахмет жан. Білгендер білсін, білместер мейлі білмесін. Қолдасын мейлі, қорласын мейлі күндесін. Қаратастан да мейірім күткен жүрегімді ашынтып алып. Жүрмесін ешкім. Біздің 50-дегі қыздар мына білі, патиктамыз біз тұнып тұрған романтикамыз ғой жаным. Бізбен сырласып көрші, ұйықтамайсың жаным. Мына журналистика айдынында қалықтап жүрген ақбуым, бүгінгі мерекем құтты болсын. Абыройың аса берсін. Мына халқың бақытты игілік журналының бетіне шыққан, осылардың құрмет иесі қылып қойдың. Сол құрмет жүзесі болып қайта берсін өзіңе. Сөзбен таяқтап, жалпы тек қана көрерменде емес, бүкіл қоғамды түзу жолға салып жүрген бірден бір кісі осы Меруерт ханым. Сізбен осылай таныс болып, әріптес болып, бірге келе жатқаныңызға өте қуаныштымын. Бүгінгі журналыңыздың 20 жылдығы, өзіңіздің небәрі 225-іңіз құтты болсын. Деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын. Әрдайым біздің қасымызда жол көрсетіп жүре беріңіз. Бітімі басқаша, болмысы бөлек. Меруерт ханымның бүгін сондай керемет қуанышын бөлісуге келіп отырмыз. Шақырғаныңызға көп рахмет апай. Сізді ерекше жақсы көреміз, сыйлаймыз, құрметтейміз. Қаншама адамға жақсылығыңыз жасап жатсыз. Алладан қайтсын, еселеніп қайтсын. Біз сіздің артыңыздан өкшеңізді басып ере берейік. Осылай лайым жарқырап жүре беріңіз. Меруерт әпкемнің өзі қалаған 20 жылды артқа тастаған игілік журналының 20 жылдығы және Меруерт әпкемнің 18 жасы құтты болсын. Сізге бір ақ нәрсе айтайын, Алланың қалауымен өзіңіздің де журналыңыздың да ғұмыры ұзақ болсын. Меруерт әпке, сіздің жақсылығыңыз таудай асады. Сіздің әрбір жақсылығыңыз, әрбір жылы сөзіңіз, әрбір мотивацияңыз бізді қанаттандырады. Арнайы Аққу брендінен алынған шапан, менің әпкем көреміз жолда, тамашалап шапанын киіп жүре берсін. Және де той анамды сізге арнайы Каспийден арнаймын. Меруерт ханымға бір қошеметтеріңіз болсын бірге. Керемет, тамаша. Меруерт ханым дейді ғой енді баршаңыз. Мен Меруерт ханым дейді. Меруерт апай деймін. Бір жағынан өзімнің Найман жеңгем екен. Меруерт апай осындай 50 жас мерейтойыңыз, игілік журналының 20 жылдығы құтты болсын. Оның үстіне өзіңіз біз осындай ерекше мереке күні осылай құлпырып жайнап туған екенсіз. Енді сізге ең бастысы көңіліңіз ешқашан картинесін осылай гүлдей құлпырып жайнай беріңіз. Сіз мың жасаңыз, ұрпағыңызбен мың жасаңыз деп тілейміз. Осындай әрдайым жаныңызда өзіңізге адал, мейірімді, жақсы, жарқын жандар табылсын. Отбасыңызға тек амандық тілеймін. Мына әдемі кешке жиналудың себепкері Меруерт ханым, туған күніңіз құтты болсын. 50-ін жасаңыз, ары қарайда 250 жасаңыз, Алла қаласа. Әр күніңіз тек қана жақсылыққа жайылсын.
Міне бүгін 20 жылдық игілік журналының әр беті адамға ой салатын және көрермендер жаңағы асыға оқитын журнал бола берсін. Оның басында тұрған біздің ай десе аузы бар, күн десе көзі бар әпкеміз 225 жасыңыз құтты болсын. Сол ұжымға сізге үлкен рахмет біріншіден. Екіншіден өзіңіздің төл мерекеңіз, туған күніңіз құтты болсын. Алла тағала сізге жар болсын. Осы елдің қолдауымен көгеріп көктей беріңіз. Мереке тойыңыз той үстіне нұр болып жатыр ғой енді. Қанша дегенмен 25-ін екеуі, 50-ге отырсыз. Мына игілік журналының 20 жылдығы болып жатыр. Енді сіз жас кезінде 30 жасында осы игілік журналын ашып бас редактор болып, міне Құдайға шүкір, 20 жылдың ішінде көптеген азаматтарымыздың орден, құрмет иесін жаңағыдай тауып, марапаттап, тіл аузында, сөз аузында жүрген тұлғаның бірісіз. Мынау жаңа жыл құтты болсын. Жылқы жылы мынау біздің
қанша дегенмен жеті қазынамыздың бірі ғой енді. Сол қасиетті қазынамыз барлығымыздың үйімізге шаттық алып келсін, той-думан болсын. Сұлуда ажарлы біздің Меруерт ханымның 50 жасқа толғанына келіп отырмыз. Бірақ әпкемізді 50 жасқа қимаймыз. Өзі қыздай, жаздай, наздай, әрі жүрген жерінде мына сұлулықтың символы болып қадам басқан кезде артынан бәріміз де нет қаламыз ғой, тамсанып қаламыз. Сондықтан Меруерт ханым, сізбен өмірде танысқаныма да, табысқаныма да өте қуаныштымын. Ал енді жалғастырайын. Меруерт ханым, бүгінгі туған күніміз құтты болсын. Әр күніміз осындай мерей тойдай болсын деймін. Жаздай жарқырап, жайнап жүресіз. Дәл осы қалпыңыздан Алла айырмасын дейміз. Алланың берер жақсылығы мол болсын, алары жоқ болсын деймін сізге. Деніңіз сау болсын. Сізді ұялмай көрсете аламыз. Біз сіздің артыңызда еріп, осылай сіздің басқан қадамыңызды басып жүргенімізге ризамыз. Бүгінгі мына игілік журналының қадамы шыңдала берсін, қаламы ұштала берсін, алар асуыңыз әлде биік болсын. Енді барлық жақсылыққа лайықсыз, құрметке де лайықсыз. Енді бүгінгі мынау төл мерекеңіз құтты болсын. Меруерт ханым, сіздің 50 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын, Алланың берген жасын жасаңыз, 100-ден асыңыз. Осылай елдің алдында, халықтың алдында ақылыңызды беретін қыздарға дана, дара ана болып жүре беріңіз. Журнал құтты болсын, туған күн тағы құтты болсын. Меруерт ханым, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Сіздей әппен барына қуанамын. Әрқашанда ақылыңызды айтып, тәрбиелейсіз. Көп-көп рахмет сізге. Денсаулығыңыз мықты болсын ең бастысы. Осылай әдемі құлпырып, шапқылап жүре беріңіз. Игілік журналы жасай берсін. Меруерт ханымның ортада болып суретке шаршамасаңыздар ортаға. Тәтті немере шөберлер дүниеге келе берсін. Құтты болсын. Рахмет сіздер алып кете берсіздер болады. Әпкеміздің 50 жас мерейтойына жиналған керемет біздің қазағымыздың осы дастарханын сыйлап келген қонақтар армысыздар. Бүгін міне игілік журналына 20 жыл, әпкемізге 50 жыл деп жатырмыз, тойлап жатырмыз. Енді жасымызға жас қосылсын, Алла тағала берген бақты бағалай білгенге береді бақты. Бағыңыз жана берсін, осындай сіңілеріңіз артынан ере берсін, әрбіріміздің ісімізге бақ береке берсін, той-тойға ұласын, сыйластығымыз жүре берсін арамызда. Меруерт әпке, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Сізге тек қана денсаулық, сол сіздің мотивацияңыздың арқасында көптеген қыздар өздерінің орнын тауып, тек жақсылықта жүрген қыздар деп ойлаймын. Сізге тек денсаулық тілеймін.
тек жақсылық, денсаулық. Құрметті Меруерт ханым, сізбен таныстырған Аллаға шүкір. Еңбегіңіз елене берсін, үстіп алдымызда музейіміз болып жүре беріңіз. Сіз үшін мақтанамыз. Сізге тек зор денсаулық, шығармашылық, табыс тілеймін. Рахмет. Меруерт әпкемізді Алатауға да теңейміз, Қаратауға да теңейміз. Дара тау көп, дана тау көп, өзіміздің аспанымызда мәңгі қалықтай береміз. Сүйікті де сүйкімді, ақылшы, сырласым, әпкетайым, туылған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, жездем екеуіңіз тең қартайыңыз. Әйел бақытын тілеймін, бақытты ана болыңыз, өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін сізге. Сол жерден өзіне арнайы тіккен әпкеміздің үстінен тозбасын, әрқашан шапаны озсын, басында ақ жаулы орамалы ешқашан тозбасын деп. Меруерт ханым туған күн құтты болсын! Игілік атыңдай-ақ мейірімге толы, жақсылық жақтаған жолыңды, қаламыңнан тараған әрбір Меруерт әпке, туған күніңіз құтты болсын, өмірде бар жақсылық тілеймін. Шаңырағыңыздың терезесінен теңге кетпесін, төрінен доллар кетпесін, ортасы махаббатқа толы болсын, құтты болсын. Ал сүйікті Меруерт ханым, сүйікті әпке, былай айтқан кезде өйткені 15 жылдан бері келе жатырмын. Игілікке 20 жыл болса, соң бір 5 жасынан келе жатырмын игіліктің. Қаншама кісілерді көріп келе жатырмын. Меруерт ханым, туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау. Қысқа деп отырмын. Құдай қаласа 2026 жыл бір 30 миллионның мәшінесін бұйырсын сізге. Меруерт ханым, туған күніңіз құтты болсын. Ағам екеуіңіз ұзақ жасаңыздар, ең бастысы денсаулық. Ары қарай шығармашылық табыстар тілеймін. Игілік журналы 20 жылға құтты болсын. Құрметті Меруерт ханым, өзіңізді көптен сыйлаймыз. Біз Қытай Халық Республикасының қазақ атынан сізге көп рахмет. Біз бала кезімізден сізді тыңдайтынбыз. 20 жылдыр жақсылықтарымыз, осы шығармашылығымыз ұзағынан болсын, жасыңыз сақтасын. Меруерт әпке, бүгінгі туған күніңізбен армандар орындалады дейді. Мен өте қуанып тұрмын. Мен өте сол үшін сіз үшін құрмет жасаймын. Сол үшін өте қуаныштымын. Міне, бүгін міне 100 адам келіп отырмыз ғой. 100 адам, 1000 адамға тура осы Меруерт әпкем қайталаса екен деп айтамын. Тек қана жақсылық болсын, осыдан қартаймаңыз деп. Тура осы жасыңызбен әдемі болып жүре беріңіз. Бұл ерекше қыз, мен сіңілерімнің ішіндегі балқаймақтарын көрдіңіздер ғой, жаңа сіңілі көп менде, ішінен іліп аларларды. Соның ішінде тамаша, өте бір адал қыз. Сіздердің алып отырған сыйлықтарыңыздың барлығына өзі спонсор болды. Әпкесінің бір жағынан тірек болды. Енді сенің бала шағаның тойында әпкен енді сол 1000 долларлап, миллиондап шашатын болсын. Рахмет. Меруерт әпке, қысқа да нұсқа айтайын. Абай атамыздың сөзі бар ғой, естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады дейді. Сізге рахмет, сіз маған үлгісіз. Өйткені сіз әр адаммен тіл табыса білесіз. Баламен де, жаспен де, кәрімен де. Сол үлгіні мен сізден өзіме алдым. Рахмет, аман болыңыз, бар болыңыз, бай болыңыз. Біз отбасымызбен сізді құрметтейміз, жақсы көреміз. Осы қос қуанышыңыз құтты болсын, жолыңыз әрқашанда ашық болсын. Бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Тағы да осындай жастың біреуін жасаңыз, сол жетеді. Енді біреуін жол, иә. Сол енді журналымыз шарықтай берсін, бүкіл қазақ енді. Енді мынау өзіңізге сыйлық, және де Рахмет, барлықтарыңыз келгендеріңізге рахмет. Мен де сіздерге қызмет жасағанмын, қызмет жасайды беремін. Бірін-бірімізді сыйлап, құрметтеп, сол аман болыңыздар, сау болыңыздар, барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Ал аман болыңыздар. Баршаңызға махаббат бақыт. Басына бақ байлансын, сол бақ ешқашанда кетпейтін. Астына берген Алланың хақыменен екеуінің ешқашан ажырап қалмайды. Одан да биіктерді бағындырып, көргенімде жақсылық, ерлік құрметі тек қана қазақтың емес, бүкіл дүниежүзінің, дүниежүзі қазақтарының сондай бір асыл қызы болып